Ойбай, мынау не болып жатыр Алматыда? Сұмдық болып жатыр ғой, тыныштық па өзі? Жаман болып жатыр, мынау Алматы. Ё-майо, не сұмдық болып жатыр. Елімізде осындай жағдай болып жатқанда мен қалай отырам? Мен де тоже барып қайтсам ба екен? Мынандай жағдай болып жатқанда сен қалай барасың сен? Отырса үйде тыныш. А келін болса босанайын деп отыр. Ай бала, не бар ол жақта? Тыныш отырайық. Келін толғатып қалса қазір аяқ астынан. Әй, Шолпан, ана келіннен хабар алшы. Толғатып жатырған жоқ қой, іш ауырып тұрып кетті ғой. Әже, жеңшенің қатты іш ауырып жатыр. Әй, білсеш тез толғатып жатырған шақ, хабар алмайсың ба? Не болды, Ләззат? Мама, ішім ауырып жатыр. Скоро шақыра берейік па? Иә, мама, ішім ауырып тұр. Ой, елімізде тыныш болмай жатыр. Қазір. Апа толғатып жатыр екен, келін, скорый шақыра берейік пе Әй, екен? тезірек шақырсаңшы, скорыйды Телефон толғатып жатырған беріңдерші, болса. телефон кімде бар? Әй, неғып отырсың сен бармай. Барасың ғой сен де. Әкел звондап берейін. Шыдай тұр, қазір, шыдай тұр. Не қылдың жаңа, скорыйға айттың ба? Я, хабарласып жатырмын, трубканы алмай жатыр олар. Елімізде мынандай жағдай болып жатқанда енді келе ме екен олар? Ана жалғыз ғана жарық өмір сыйлаған. Алло? Ау. Құдайға шүкір, Аллаға шүкір. Жарат, сен үшін дайын. Аллаға шүкір, бәрге құтты болсын. Апа, аман есен босанды. Ал шөбереңіз құтты болсын. Рахмет. Жақсы екен, аман есен бе? Шүкір, аман есен жақсы босанды. Ал енді атын қоя беріңіздер. Кім деп қоямыз? Көптен бері ойланып жүредім, атын кім қойсам екен деп. Нұрпейіс қойсам қалай болады? Сіздер менен ойласып, кеңесіп, атын Нұрпейіс қойсам ба деп ойланып отырмын. Апа, мен де бір үлесімді қосайын. Аты Нұрпейіс болсын деп жатырсыз. Нұрпейіс емес, Еламан қойса қалай болады, апа? Өте дұрыс. Еліміз мынандай жағдай болып жатыр. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын деп, атын Еламан деп қояйықшы. Қолдаймын. Рахмет сізге анашым, рахмет, үлкен рахмет. Онда аты Еламан болсын. Құтты болсын. Атымен қартайсын. Атымен қартайсын. Амин.